Ассалаумағалейкум. Киелі ұлы Рамазан айының мерекесі қарсаңында осы Марокко еліне, Марокко корольдігіне келгеніме өзімді қуанышты санаймын. Ең бірінші Әл-Фарабидің туған жері Қазақстандағы Отырар қаласы, Фараб қаласы, ол Отырармен бірге екеуі бір қала. Фараби Фараб қаласында туған. Фараб қаласы ол Сырдарияның бойындағы Қазақстан территориясындағы Отырар қаласының бір бөлігі деп айтуымызға болады. Қазір Отырар қаласының археологиялық жұмыстары жүргізіліп жатыр. Ол қаланың бүткіл көрінісі, болмысы сол біздің Орта Азиядағы ең бір үлкен қаланың бірі болған қала. Отырар қаласындағы табылған көптеген ғылыми кітаптардың, әсіресе Отырар кітапханасы деп аталатын үлкен сол заманда керемет бір ғалымдардың, ұлы адамдардың жиынтығы сол Отырар қаласында өмір сүрген деп айтамыз. Ал енді өз картинама келетін болсам, бұл картина өзі 5 бөлімнен тұрады. Басында Отырар қаласында туған Әл-Фараби бала ретінде, жас, оқуды жақсы көретін, кітапты көп оқитын, сондай бір сондай ақылды бала ретінде көрсеткім келді. Терезенің алдында отырған қарапайым бала арқылы Әл-Фарабиді көрсеттім. Одан кейінгі түйелер Әл-Фарабидің өмір жолын көрсетеді. Әл-Фарабидің Ташкенге, Самарқанға, Бұхараға, Мерв қаласына, Рей қалалары, Хашапур қалалары арқылы Каирға келіп, Бағдатқа одан кейін келіп, Бағдат арқылы Дамаск қаласында өзінің өмірінің соңғы күндеріне дейін сол Дамаск қаласындағы қызметін жасап, жастар тәрбиелеуге, музыканы зерттеуге, физика, математика, астрономияны зерттеуге өз өмірін арнаған ұлы ұстаз деп есептеймін. Әрине, ұстаздығы, әрине Әл-Фарабидің өмір жолы ол барлық әлемге танылған, әлем білет. Аристотельден кейінгі екінші ұстаз деп аталуының өзі содан ғой деп ойлаймын. Мен Әл-Фарабиді Қазақстан жерінен, Отырар жерінен, туған жерінен бастап Дамаскіге дейінгі өмірін осы Әл-Фарабидің балалықтан даналыққа, балалықтағы жас кезінен барлық өмірін осы Дамаскіге дейінгісін осы 5 картинаға сыйдырып, әрине, ол тек қана Дамаскіде ғана қалып қоймай, одан кейінгі өмірін бүгін осы Мароккода жалғастырсын деп, осы картинаны арнайы алып келіп отырмын. Бүгін Әл-Фараби Мароккода деп есептеуімізге болады. Осы бүгінгі эфирді пайдалана отырып, ИССК-ның бас директоры Салим Әл-Мәлікке және осы мені Қазақстаннан арнайы шақырған Қазақстан Республикасының төтенше және өкілетті елшісі Сәулегүл Сайлауқызына көп рахметімді айтамын. Және Рамазан айымен бүткіл ислам мемлекетінде өмір сүріп жатқан барлық халықтарды құттықтаймын. Бейбітшілік болсын, әрқайсыларыңыздың үйіңізде ынтымақ болсын, бақ береке болсын деген өзімнің ішкі бар алғысымды білдіремін.